Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып 2026 жылғы көктемгі әскерге шақыру науқанының өту барысы туралы. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Балтимиров Руслан Махмутұлы, Астана қаласының қорғаныс істері департаментінің бастығы, полковник. Артық Афғани Асылбекұлы, Астана қаласының әскерге шақыру комиссиясының мүшесі, қарулы күштер ардагерлері Республикалық қоғамдық бірлестігі президиумының мүшесі. Аубакиров Ануар Русланұлы, Астана қаласының қорғаныс істері департаменті бастығының орынбасары, полковник. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию о ходе проведения весенней призывной кампании 2026 года. Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашим спикерам, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в социальной сети. Ендеше бастаймыз, құрметті Руслан Махмутұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті Астана қаласының тұрғындары, құрметті бұқаралық ақпарат қауымы. 2026 жылы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығына сәйкес, сонымен қатар Астана қаласының әкімінің қаулысының негізінде 2026 жылдың көктемгі әскерге шақыру науқанының жұмысы басталып жатыр. Наурыз айының 16 күннен 30 маусымға дейін осы аралықта көктемгі әскерге шақыру науқаны жүргізіледі. Бүгінгі таңда беріліп отырған Астана қаласына тапсырыс 1400-ге жуық азаматты әскерге аттандыру керек жоспарымыз. Бүгінгі таңда жоспарға жұмыс деңгейі жүріп жатыр. Жалпы әскерге барам деген азаматтардың ниет білдіріп отқан азаматтар айтарлықтай бар. Жалпы бірқалыпты жұмыс жүріп жатыр. Баяндамаңызға рахмет. Келесі сөз кезегі Астана қаласының әскерге шақыру комиссиясының мүшесі, қарулы күштер ардагерлері Республикалық қоғамдық бірлестігі президиумының мүшесі Ғани Асылбекұлы сізге беріледі. Құрметті астаналықтар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, енді барлықтарымыз білеміз, мынау жыл сайын көктемде күзде біз мерзімді әскери қызметке шақыру науқанын өткізіп отырамыз. Республикамыз бойынша барлық аудандарда, барлық қалалар менен республикалық деңгейдегі қала барлықтарында әскерге шақыру комиссиясы өз жұмысын бастап кетті. Кешеден бастап еліміз бойынша алғашқы әскерге шақырылған азаматтарымыз әскери бөлімдердің қатарына сапқа тұруға жолға шығып үлгерді. Ал енді осы бүгінгі баспасөз брифингін пайдалана отырып, әріптестеріміздің ақпараттарына бізде сүйенеміз. Өйткені осы үлкен іс-шарамызды, осы республикамыз бойынша жүріп жатқан осы үлкен науқанды барлығымыз бірге ілесіп отырып ақпарат құралдарына арқылы хабарлауымыз да керек. Екіншіден, бұл біздің әскерімізге, қарулы күштерімізге бір жағынан тірек болса, екінші жағынан осы жастарымыздың болашақта отан қорғаушы болуына, әскери қызметші атаулына үлкен себепкер болады деп ойлаймыз. Сонымен бірге қазір бізде осы біраз жаңалықтарды енгізіліп жатыр. Армия KZ ақпараттық сервисі іске қосылды. Оның арқасында қарулы күштерді цифрландыру және азаматтармен ашық үкімет қағидаты бойынша өзара іс-қимыл жасауды жақсарту шеңберінде көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Әскери қызметтің тартылымын арттыру жұмысы жалғаспай жатыр. Ең алдымен білім беру секторындағы жеңілдік пен кредиттік каникулдарға қатысты көптеген жұмыстар қазір іске асып, жоба барлықтары орындалып жатыр. Айталық, еліміз бойынша өткен жылы 42 мың азаматымыз 18 пен 27 жастың аралығындағы әскерге шақыруда кейінге қалдыру құқығы жоқ, денсаулығы жақсы азаматтарымыз әскерге шақырылған болатын болса, сол көлемде әскери қызметті аяқтаған жастарымыз үйлеріне, отандарына, отбасыларына оралды. Солардың ішінде 3300-ден астамы мынау мемлекеттік грант алып, жоғары оқу орындарына оқуға түсіп, тегін оқуға мүмкіндіктерін алып, іске асырып та жатыр. Оның арасында біздің Астана қаласының азаматтары, тұрғындар да бар. Сонымен бірге қазір мынау әскери бөлімдерімізде үйменен, ата-аналарымен әрқашан байланысқа шығып отырады. Сарбаздарымыз әскери бөлімдердің басым көпшілігінде үйменен, ата-аналарымен бірге тікелей бейне қоңырау жасасып, үлкен сондай іс-шараларды атқарып отырады. Келешекте осы
жаңалықтардың бәрін қолданып пайдаланып, барлықтарымызға соның қосымша куәсі болады деп ойлаймыз. Уважаемые представители средств массовой информации, в рамках повсеместной цифровизации местные органы военного управления тоже не остались в стороне. С 2020 года Министерство обороны для ведения воинского учета ввело новую систему, с использованием которой с 2023 года проводится проект «Смарт Военкомат». Проект «Смарт Военкомат» — это совокупность цифровых решений, направленных на максимальное сокращение участия физических и юридических лиц в исполнении обязанностей, связанных с воинским учетом, путем автоматизации процессов деятельности местных органов военного управления. Ключевым элементом проекта является цифровая система Министерства обороны «Интеграционный шлюз автоматизированного учета мобилизационных ресурсов», предназначенная для ведения персонального воинского учета военнообязанных и призывников. В рамках проекта «Смарт Военкомат» практически реализованы и успешно функционируют следующие нововведения. Это первое. Автоматическая постановка граждан на воинский учет при внутренней миграции. Тем самым исключена необходимость обращаться за оказанием государственной услуги постановки на воинский учет при смене места жительства, постоянной регистрации. В течение 2025 года, к примеру, по стране, в том числе по городу Астана, переучтено больше 434 тысячи человек. Основной упор в этом делается на большие мегаполисы Астана, Алматы, Шымкент и большие города. Второе. Автоматическая приписка 17-летних юношей к местным органам военного управления также проводится на базе этого проекта. Мы с вами уже являемся свидетелями этой большой работы. С 2024 года по городу Астана юноши 17-летнего возраста приписываются к призывным участкам уже в онлайн-режиме отдаленно. Вот. К примеру, с 1 января текущего года по городу Астана без прибытия и отрыва от учебы приписано призывным участкам города Астаны более 2069 юношей 17-летнего возраста. Также автоматическое представление отсрочек и освобождение от призыва на срочную воинскую службу без необходимости обращения гражданина и представления различных справок, как практиковалось ранее, тоже поставлено на нужное русло. Таким образом, учащие молодежь, женатые, имеющие детей, лица с инвалидностью, педагоги, работающие в сельской местности, больше не вызываются на заседание призывной комиссии для представления отсрочки. Всего в течение 2025 года в масштабе страны нашей представлено более 457 тысяч отсрочек. Это считаем, сколько было сэкономлено рабочего времени, состава призывной комиссии, а также наших граждан призывного возраста, которые должны были приезжать к местам проведения работы призывной комиссии, призывным пунктам и так далее. Также при утрате оснований к представлению отсрочки ее отзыв также осуществляется автоматически. Оперативный обмен сведениями о прохождении воинской службы за счет интеграционного взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты населения исключила необходимость обращаться за различными справками при оформлении государственных пособий и пенсионных выплат. А юридические лица, включая бизнес-структуры, освобождены от необходимости ежемесячно представлять отчеты о принятых и уволенных военнообязанных и призывников. Кроме того, приказы о призыве граждан на срочную воинскую службу издаются в электронном формате в системе. В этой связи сведения о призванных автоматически направляются в государственные первые кредитные бюро для представления кредитных каникул, что исключает лишний раз наших призывников тратить свое время. Кроме того, введены цифровые протокола заседаний районных и областных призывных комиссий, что позволяет осуществлять непосредственный контроль вышестоящими органами. Проведена интеграция с медицинской цифровой системой и медосмотр, обеспечивающая автоматизацию медицинского свидетельства призывников и позволяющая получать сведения о ранее перечисленных заболеваниях и травмах. Кроме того, уже сейчас цифровую систему и медосмотр используют в медицинской комиссии нашей столицы, города Астаны. Всего медицинское освидетельствование в цифровом формате в 2025 году прошло более 17 тысяч призывников, и максимальное их количество прошло у нас в столице, и этот проект с отличием прошел
свои тестовые испытания. Кроме того, в результате реализации проекта «Смарт-военкомат» все сведения по воинскому учету, касающиеся гражданина, отражаются в личном кабинете на ЮГОВ и МОДГОВ порталах, а именно отношение к воинской службе, в котором состоит гражданин на воинском учете, периоды службы, также информация о степени годности к воинской службе. И во многом это помогает при выходе наших граждан старшего возраста на заслуженную пенсию. Данная информация тоже берется от этого портала. Ал енді құрметті осы брифингке қатысушы ақпарат өкілдері, біздің сөз соңымызда айтқымыз келетініміз, қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдары менен әлеуметтік желілер арқылы кеңінен тарап жатқан ақпарат ағыны жайында еліміздің қарулы күштері мен мерзімді әскери қызметінің тартымдылығын нығайтуға көңіл бөліп, үлес қосу өте маңызды. Бұқаралық ақпарат құралдары мен блогерлердің осы контексттегі жұмыстарды азаматтар арасындағы қоғамдық пікірді қалыптастыру және патриотизм деңгейін артыруда орасан зор болып отыр. Біз сіздерге осы алғысымызды білдіргіміз келеді. Сонымен бірге осы бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істейтін барлық әріптестерімізге, танымал блогерлерімізге тағы да рахметімізді айтамыз. Барлықтарымыз бірігіп, еліміздің қарулы күштерінің мәртебесін биіктетіп, сонымен бірге отанымызды қорғау, мемлекетіміздің қорғаныс қабілетін жоғарылатуға қосып жатқан үлестеріңізге әрқашанда табыс тілейміз. Мазмұнда ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Келесі сөз кезегі Астана қаласының қорғаныс істері департаменті бастығының орынбасары полковник Ануар Русланұлы сізге беріледі. Всем здравствуйте. Перед выступлением хотелось бы подчеркнуть, что на сегодня геополитическая ситуация в мире характеризуется высокой напряженностью и, соответственно, от уровня готовности и укомплектованности и кадрового потенциала нашей армии зависит защита нашего суверенитета и территориальной целостности в целом. Воинская служба в Казахстане, как и в других странах, играет важную роль в обеспечении национальной безопасности и стабильности страны. Граждане, прошедшие срочную воинскую службу, они формируют основу военно-обученного резерва. И в случае возникновения каких-либо угроз национальной безопасности либо чрезвычайных ситуаций, данный резерв будет в кратчайшие сроки мобилизован для защиты нашей страны. Поэтому я считаю, призыв граждан на срочную воинскую службу по своей сути является одной из ключевых государственных задач. В настоящее время для граждан, отправленных на срочную воинскую службу, предусмотрены отсрочки по кредитам, называется кредитные каникулы на период службы, а также возможность поступления в вузы на обучение по государственному образовательному гранту без учета результатов ЕНТ. В помощь военнослужащим также работает цифровая платформа Сарбас, которая автоматически распределяет рейтинг среди срочников по вузам и предоставляет доступ их к электронной библиотеке. К примеру, как коллега сказал, в 2023 году по стране в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ поступило свыше 8 тысяч солдат. В частности, в 2025 году это 3300 солдат, которые по гранту поступили. Более 20 тысяч военнослужащих получили отсрочку по кредитным каникулам по основному долгу и вознаграждению на общую сумму свыше около 8 миллиардов тенге. Также срочники имеют возможность получить профессию в процессе службы, освоить рабочую специальность, которая также нужна в реальном секторе экономики. Профессиональное образование наш военнослужащий получает в учебных центрах подготовки младших специалистов вооруженных сил. После прохождения обучения военнослужащим вручаются сертификаты о получении соответствующей специальности. Вооруженные силы на сегодня активно модернизируются, внедряются новые технологии и также новые вооружения. Это можно подчеркнуть в материалах, показывая, что армия это не только военные, но и высококвалифицированные специалисты, работающие с современными вооружениями и технологиями, что делает нашу службу привлекательной для молодежи. Для лиц, которые хотелось бы подчеркнуть по уклонению, предусмотрена административная ответственность в случае получения повестки или неявки. Гражданин наказывается по 647 статье, либо в случае уклонения от воинской службы
к нему привлекается по Уголовному кодексу 387 статья. И, в общем, это наказание звучит либо 1000 месячных расчетов показателей, либо год лишения свободы. Все, доклад закончен. Благодарим за содержательный доклад. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Және бірінші сұрағымыз, жаңа ереже бойынша әскерге шақыру тәртібінде нендей өзгерістер бар? Енді құрметті көрермендер, құрметті әріптестер, өздеріңіз білесіздер, басында осы Астана қаласынан бастадық. Қазір осы 5 жылдан асып қалды. Өзінің тестілік сынақ деңгейінен жақсы өтті. 2025 жылдан бастап СМС арқылы шақыру жұмыстары заңдастырылды. Енді азаматтарымызды әскерге шақыру комиссиясына негізінен СМС арқылы, оның ішіндегі мынау 1414 нөмірінен қызмет ретінде біз жіберіп отырамыз. Осы СМС арқылы әскерге шақыру комиссиясына хабарландырылған азаматтарымыз уақытында, дерлі уақытында келуге тиісті. Сонымен бірге азаматтарымыз бұл шақырудың түрі кәдімгідей заңмен бекітілген шақыру түрі екенін ұмытпаулары тиіс. Сонымен бірге қазіргі таңда жұмыс орындары арқылы және үй мекенжайлары арқылы да мынау қағаз түрінде әскерге шақыру қағаздарын ұсыну, хабарландыру ұсыну, ол да өз кезегімен жұмыс атқарып келеді. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағымыз, қандай азаматтар әскерге шақырылады және оларға қандай талаптар қойылады? Құрметті Астана қаласының тұрғындары, құрметті бұқаралық ақпарат, жаңа әріптесіміз айтып кеткендей, бүгінгі таңда жаңа СМС хабарламасымен және қағаз түрінде шақыру қағазы табысталғаннан кейін әскерге шақырушы азамат міндетті түрде сол жергілікті әскери басқару органына келу міндетті. Сол жерде қалалық немесе аудандық медициналық комиссия куәландыру өтеді. Келесі бұл ары қарай қалалық немесе облыстық медициналық комиссия сол жерден жарамдылығын белгіленген кейін жарамдылығын или жарамсыздығын сол жерде комиссия мүшелері қарай отырып деңгейін қояды әскери шақырушының. Сонымен қатар әскерге шақыруға келмеген азаматтар, жаңа әріптесіміз айтып кеткендей, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сондықтан алдағы келе жатқан көктемгі әскери шақыру науқаны кезінде Астана қаласының тұрғындары, азаматтар СМС хабарлама алғаннан кейін немесе қағаз түрінде хабарлама алғаннан кейін міндетті түрде осы жергілікті әскери басқару органына келу керек. Жауабыңызға рахмет. Және соңғы сұрағымыз, шақырту алған азамат шақыру комиссиясына келмесе немесе әскерден жалтарса, қандай жауапкершілік бар? Иә, әскерден жалтарған үшін жауапкершілікке тарту қарастырылған. Шақырту алған азамат белгіленген мерзімге әскери пунктына келмесе, әкімшілік жауапкершілік кодексінің 647 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке, ал немесе әскерден жалтарса, ол қылмыстық кодексінің 387 бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Әскери қызметтен жалтару үшін 1000 айыппұл есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Немесе 1 жылға дейін бас бостығынан айыру жазасы. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті Руслан Махмутұлы, Ғани Асылбекұлы, Ануар Русланұлы, Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.